жақсылар, асықпағымызды алыстан тұрғызып, барбайлығымызды жинап апталап, сауықта сайран тұрғызған. Кеуделерімізді сағынышты ерінеп, жақсылыққа көңіл бұрғызған, көңілдеріміз көтеріңкі қабағымыз нұрлы, жанарынарымыз нұрлы арба ағайындар. Дүбірлі көңілдің бастамасы көпті қайын болсын. Қасқатаевтар әулетінде ұлы, әділ, келіндеріміздің қадамы орын ағайындар, бір жерге ығысып тұрар, келіңіздер, әулеттеріміздің үлкендері, қажымас қаратайларымыз аттан қайырлы болсын. Келінің аяғынан қойшын қаяған деген қазақты зор құрметті егі жақсылар, қанымыз зере аналарымыздың ізін басушы болсын деген ниетпен. Жағадан нары қалса да көз жұбалынған, түтіндігінен түтін шыққан, түтін шықса да бүтін шыққан ұрпақты мақым етіп. Жақсылар, Қасқатаевтар әулет sıрадаңды қайтайын. Есірген мына екшектің құлағын сәлкен бұрап, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дедік. Олай болса кешеге Әміре Қашаубай бабаларымыздың ізін жалғастырушы. Ай балдағың ай-оу, қызыл тіл қол салайын қанжармай. Ассалаумағалейкум аюлым ай-ай, ұқсайтын тектерігі тауларын ау-ай. Сарарға қыз берізіп, қыз алысып ай, жедегін көптен күткен арманын ау-ай. Ардақты келініңнің бетін ашуға алдарың ау-ай. Құтты келін ай, құтты келін ай, болсыншы ақ адамың текті келін ай. Ел жұртың насы болай, еліңнің мақтан тұтар анасы болай. Ағатым ол ағайын қожеме тұрмай. Düşmanların çok olsun, kolunun özep kaybolsun, kolunun özep kaybolsun. Kızlarınız kalak yıldız olsun, kaybolsun. Çok ödürmeler aytanda, edilge kilin kaybolsun. Böyle geldi, doğuşa bırakıyor, kıymetli ағайындар. Қасиетті қара домбырасымен аңғал кендеріңіз бетін ашуға рұқсат етіңіздер. Бір doğuşa Сабырлық сақтайық, құрметті ағайындар, сабырлық сақтайық, сабырлық сақтайық, құрметті егі жақсылар. Мынау енді келіннің аяғынан деп жатырмыз ғой, жақсыда жайсаңдар, мынау асықтың алшысындай, бұлақтың мөлдір тамшысындай, той десе делебе салып жүріп тұратын бәрі жомарт қазақпыз ғой. Олай болса салтымызды дәріптеген қазақ болғандықтан, салтымыздың бірі-біріге беташар рәсімін ашып алғаннан кейін міндетті түрде ағадал келінімізді осы естің алдына шақырайық. Ал бісміллә деп енесі қолынан жетектеп алып келсін, отқа май құю рәсіміне кезекті берейік. Олай болса құрметті жүрді болса бұна құрайық, қол соғайық. Бісміллә. Ананың тәлімі дарығанда, қол жеткен жанның бағы барда.
енелеріңіздің жолын берсін. Бай қуатты болыңыздар. Бес тойлар 5 рет болсын, шілдехана тойлар 7 рет болсын, қалғаны ұлдарыңыз бен келіндеріңізге 2 рет болсын. 9 ай 9 күннен толғағы келіп, шет ауданның роддомында 1000 тұрған очерет болсын да бір доғанша бала құрмасқа. Ай, бәрекелді. Енді шошпайық келінді. Бірінші рет келін болып жатыр. Біз міне екі жеңгесі екі қолынан ұстап, 10 қадаммен қадам бассын деген ниетпен. Ал жайғастырайық, жайландырайық. Ал жастар жағы тұрмаймыз, бір билеп аламыз, кигіз үйге қарай өрлейміз, төрлетеміз. Ал маэстро. Жақсымыз. Неге дерлеп тұрмыз? Маған бірдеңесі бар ғой. Қызың бар ма сенің? Жоқ. Тәкс, ай, мера сіздің жігітіңіз бар ма? Тәкс. Жігіт жоқ. Шынды, саған биле деген жоқпын ғой. Просто биле қой дедім болды. Просто биле қой дедім, қалжындаймын. Жалпы, Құдай қаласа әзілдесіп жатырмыз ғой. Енді класстаспен мына жігіттің жүрегінде түгі бар екен. Біз сіздің класстас қыздарға қасына жоламақ көріп көздеріне бағырып қарай алмайсың ғой. Олар сондай қатал болып көрінетін ғой. Бірақ дей тұрғанмен де көзіне тік қарап жігіттік жігіттер мен қыздарға арызамын. 2 жас отырғызғаннан кейін де осы 2 жаста сіздердей көріп тұрған ниеттеріңізге маңыз отыра берсеңіздер болады. Алла тағала ұзақ боласты, бос қоймай, мынау енді құрметті игі жақсылар, мынау енді асықтың алысындай, бұлақтың мөлдір тамшысындай деп жатырмыз ғой. Той десе дебелеріміз алып ұшып жүгіп тұратын мәрт жұмарт қазақтың ұрпағымыз, ұлдарыңыз олықта, қыздарымыз қылықты болсын деген ниетіміз бар. Олай болса құрметті игі жақсылар, әулеттің үлкендеріне сөз кезегін бергеніміз тұр. Олай болса енді осы баталы ел арымас, батасыз ел жарымас деп жатырмыз ғой. Осы жастардың алдында осы қара шаңырақтың егері, яғни енді бұл кісілердің барлығын бірдей шақырайық деген ниет емес, 1-2 адамды ортаға алдырайық. Әрине сіздердің ыстық ықыластарыңызбен әулеттің үлкендері сөздің маржанын себіңіздер. Сұйылмасын тегіңіз, мейманды болсын төріңіз, ашық болсын көбіңіз. Мына құлыншақтарыңызға көңіл бөліп ыстық баталеріңіз, тілектеріңізді себіңіздер. Беріңіздер деген ниетпен мен сіздердің аттарыңызды атауға рұқсат етіңіздер. Ағасы жас тілек, нағашы апасы Раушан және Алма жеңгесі Бөшен Гүлнәр, қымбат деген арлағайындар бар болсаңыздар, бар болсаңыздар. Өздеріңіз бастай беріңіздер онда. Бәрекелді. Ал қажымас қаранарымыз елімізді меркелетер, аға аман жүр ағаларымыз деп өзіңізге сөз кезегін берейік. Мархабат, өзіңіздің балаларыңыз ғой, Құдай қаласа. Ұлдарыңыз ұлықты деп жатырмыз. 9 ай осы толғаға келіп, 9 күннен кейін, 9 айдан кейін шегес дұрыстай ұл әкелсін осы әулетке. Болмаса қыз әкелсін, егізін әкелсін, сегізін әкелсін. Мынау енді сіздердің жақсы дара жолдарыңызды берсін, бейнеттеріңізді бермей, тек қана зейнеттеріңізді беруге Алла тағала нәсіп етсін. Мархабат, микрофонды өзіңізге ұсынайын. Өзіңіз бір бастап беріңіз әулеттің үлкенді ретінде. Тойыңыз құтты болсын. Ал енді мінекей құрметті қонақтар, мінекей Әділдің, Аружанның мінекей құрдастарысыңдар, жолдастарысыңдар. Барлықтарыңа мен зор денсаулық тілеймін. Барлықтарың бақытты болыңдар. Мінекей Әділ мен Аружан бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, аспандары ашық болсын. Мінекей жолдастардың алдында сыйлы болып, жолдастарын сыйлай білсін, жолдастары оларды сыйлай білсін. Әрдайым қызық қуаныш болсын, той бола берсін. Бақытты болыңдар. Біздің Қазақстанымыздың бір жақсы семьясы болыңдар. Тек қана жақсы жағынан ести берейік енді. Бақытты болыңдар, жақсылық бола берсін әрдайым. Үлкендердің барлығы столда отыр, содан кейін келемай қалды, столдан тұрғызбадық. Өздеріңіз жақсылап тойлай беріңіздер. Той бола берсін әрдайым. Жерден келдім, Батыр өлке кешегі, мынау Сеңкібай мен Жидебай атқан қонған Батыр өлке мінезді. Елден келдім, мынау енді Шортанбай мен Жанғұтты жырлап өткен жырау айтыскері тілеген мен Дидар ақын ақтан кері атанған елден келдім. Кетті шырайлы шұғылалы. Шеттен келдік деп шеттің азаматтары болып, біз болып, сіз болып бір неге қоғаламасқа. Аман болыңыздар, байлық болыңыздар. Енді әпкемізді дұрыс түсінбей қалып шығар, мынау неге өз шетін айтып жатыр деген ниетте болмасын. Біз елге, руға, жүзге бөлінбейміз. Бірақ енді батыр жігіттің барлығы туған жеріне деген қазақта сөз бар жақсы. Осы туған елімізбен, жерімізбен неге тектілермен мақтанбасқа деген ниетіміз ғой. Жалпы өзіңіздің ағадал тілегіңізді, ағадал лебізіңізді өзіңіздің бауырыңыз бен келініңізге себіңіз, беріңіз. Тойыңыз құтты болсын, мархабат. Әділ, Аружан, бүгінгі
көтеріп отқан шаңырақтарың биік болсын, бақытты болыңдар. Әділ ботам, енді Аружан аққуыңды бүгін қонуыңа қондырдың. Екеуін енді бақытты болыңдар. Қуба жүріп тұрмын енді. Анамыз көрмей кетті ғой, енді сені тойын тосып. Анамыздың көрмеген бақытын енді достарын, анашын, әкең көрсін, енді біз көрейік. Енді алдағы өмірде екеуін бақытты болып, ордалы шаңырақ болыңдар. Бір-екі жылда енді үбірлі-шүбірлі отбасы болыңдар. Барлық жақсылық тілеймін енді екеуіңе. Кішкене қуба жүрдім. Өнің көзі асылдың санаға, мынау осы әулетте, яғни қара шаңыраққа келін болып келіп жатқан қадам оң болсын. Мынау енді сіздердің жақсы лебіздеріңіз, тілектеріңіз қабыл болсын. Жақсы сөз жарым ырысы деген қазақпыз. Баланың жақсы болуы санасының жақсы болуы әлбетте ата-анасынан дейміз ғой. Сол себепті Әйтеке бидей әділдігін, Төлеге бидей төлерігін, Қазбек бидей қазылығын қойып отырсаңыздар сіздер, біз жаман болмаймыз деген ниетіміз бар. Адам өзі алысқа қарайын деп жақындағысын бағаламай қалатын сәттер болады. Сол себепті жақындағысын жанына бағалап жүрсін деген ниетпен осындай салтымызды дәріптей беріңіздер. Енді әнші емеспіз, бірақ дей тұрғанмен де әулиеден базар жоқ. Сіздердің құрметтеріңізге бір әуезді әнімізді қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар. Шанағымызға шаң қонып кесір қонды ма, қадіріңді білмесек кешір домбыра. Етегін ашып есі кеткенше билейтін эстрадаңды қайтайын есірген мынау енді екі шектің құлағын сәлген бұрап, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген қазақпыз. Сол себепті осы домбыраның үнін шығарайық. Ыңғайларыңыз келсе бір қиқулап отырсаңыздар болады, қол шапалақ ұрып отырайық. Бүгін той ғой, бүгін мереке. Сол себепті шапалақтан қойып отырайық. Алла разы болсын. Октябрь 25 жыл. Бүгін бұлттанып тұр, кеше күн ашық болған. Енді қар жауады жар. 2 күн бұрын Павлодарда шулап атқан қар жауды деп. Бізде әзірше қар жоқ. Тойханада ұйымдастыру жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Барлығы жұмыс істеп отыр. Барлығы жұмыс істеп отыр. Менде қасқатайттан нелемесе кететін Бергі шетті бөлек бұл Әйгерімнің компаниясы дейді.
елдің ояқы болсын, етегіне ел болсын. Құдай қалап ертең әділдің егізін, сегізін дүниеге туып келетін